Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз балаларды сөйлеу қабілетін дамыту үшін интерактивті жүйелер мен жасанды интеллект құралдарын қолдану маңызы. Жоспар келесі сатылардан тұрады. Сөйлеу қабілетін дамытудағы тиімділікті арттыру, балалардың мотивациясын арттыру және қызығушылығын ояту, әр баланың жеке қажеттілігіне бейімдеу, логопедтер мен мұғалімдердің жұмысын жеңілдету. Жасанды интеллект технологиялары қазіргі таңда логопедия, дефектология, арнайы педагогика салаларында белсенді қолданылып келеді. Интерактивті жүйелер баланың сөйлеу қабілетін жан-жақты дамытуға мүмкіндік береді. Жасанды интеллект қолданудың негізгі маңызы диагностика жүргізудің дәлдігі. Жасанды интеллект жүйелері баланың дауысын автоматты түрде талдап, артикуляциялық кемшіліктерді анықтайды. Сөйлеу қарқыны, дыбыстарды айту сапасы, дауыс биіктігі, интонациясы өлшенеді. Жеке білім траекториясын құру. Әр балаға жеке жаттығулар тізімі автоматты түрде жасалады. Жасанды интеллект баланың даму динамикасын бақылап, қажет жерде жаттығуларды өзгертіп отырады. Үй жағдайында жаттығудың мүмкіндігін кеңею. Балалар логопедке тек жүргізген сабақтармен шектелмей, үйде де интерактивті жаттығуларды орындай алады. Ата-аналар үшін бақылау оңай болады. Қызығушылықты арттыру. Интерактивті ойындар, мультимедиалық тапсырмалар балаларды белсенді қатысуға ынталандырады. Геймификация элементтері мотивацияны күшейтеді. Сөйлеу қабілетін дамытудағы жасанды интеллект жүйелерінің тиімділігі. Тиімділік аспектілері: тез кері байланыс беру. Жасанды интеллект дыбысты дұрыс айтылмаған дереу көрсетеді, баланың қателігін нақты қай жерде екендігін түсіндіреді. Үздіксіз бақылау. Жүйе баланың сөйлеу динамикасын күн сайын тіркеп отырады. Логопед пен ата-анаға нақты статистика ұсынылады. Күрделі дыбыстармен жұмыс. Күрделі дыбыстармен жұмыс кейбір дыбыстарды баланың артикуляциясына қиындық тудырады. Жасанды интеллект артикуляция схемасы 3D модель арқылы көрсетіп, қай бұлшықетті қалай қолдану керектігін визуалды түсіндіреді. Инклюзивті ортада тиімділік. Есту қабілеті төмен балаларға визуалды және тактильді кодталған жаттығулар береді. Зияты дамуында ерекшелігі бар балаларға бейімделген қарапайым нұсқаулықтар ұсынады. Балалардың қызығушылығын ояту. Жасанды интеллект жүйелерін балаларды оқу процесіне тартылуын арттырады. Ойындық формада тапсырмалар, пазлдар, дыбысты таңдау, виртуалды кейіпкерлермен әңгімелесу. Анимированный кейіпкерлер, сөйлеуді үйрететін смарт аватарлар. Сюжеттік ойындар, дыбысы дұрыс айтқанда ойын жалғасады. Балалардың мотивациясын арттыру. Жасанды интеллект мотивацияны арттыратын мүмкіндіктер. Жетістіктер тақтасы. Бала орындаған тапсырмалар үшін жұлдызша немесе медаль алады. Баланың прогресін көрнекі түрде көрсету, график диаграмма арқылы. Жеке марапаттау жүйесі. Үздік дыбыс айтушы, жылдам үйренуші. Виртуалды көмекшімен сөйлеу арқылы эмоциялық қолдау. Әр баланың жеке қажеттілігіне бейімдеу. Жасанды интеллект жүйелері баланың жас ерекшелігін, сөйлеу бұзылыс түрін, даму деңгейін, эмоционалдық тұрақтылығын ескере отырып, автомат түрде жеке бағдар ұсынады. Мысалы, дисалиясы бар балаға дыбыс қою жаттығулары, дизартриясы бар балаға артикуляциялық гимнастика, тұтығы бар балаға баяу сөйлеуге арналған темп жаттығулар. Логопедтер мен мұғалімдердің жұмысын жеңілдету. Жасанды интеллект логопедке сабақ материалын автоматты дайындауға, баланың прогрессін бақылауға, бір сыныптағы бірнеше түрлі деңгейдегі балалармен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Уақытты үнемдейді және диагностика сапасын арттырады. Ата-ана үшін үй жағдайында қолдану мүмкіндіктері. Ата-аналар жасанды интеллект қосымшалары арқылы баланың күнделікті сөйлеу жаттығуын бақылап, нәтижесін көріп, логопедтің онлайн ұсыныстарын алып отырады. Үй жағдайында орындауға өте қолайлы жаттығулар ұсынылады. Дыбыс қайталау, тыныс алу гимнастикасы, буын, сөз, сөйлем айту тренажерлары. Балалардың сөйлеу қабілетін дамытуда интерактивті жүйелер мен жасанды интеллект технологияларын қолдану қазіргі білім беру мен түзету дамыту жұмыстарының ең тиімді бағыттарының бірі. Жасанды интеллект жүйелері сөйлеуді диагностикалау, қателерді нақты анықтау, жеке оқу траекториясын құру және баланың даму динамикасын үздіксіз бақылау мүмкіндіктерін береді. Бұл педагогтар мен логопедтердің жұмысын жеңілдетіп қана қоймай, оқыту сапасын айтарлықтай арттырады. Қорытындылай келе, ата-аналар үшін жасанды интеллект құралдары үй жағдайында жаттығу жүргізуді жеңілдетіп, логопедтің кеңестерін онлайн режимде орындауға мүмкіндік береді. Мұндай жүйелер мектеп, логопед, ата-ана, бала арасындағы бірлескен жұмысты күшейтіп, түзету дамыту үдерісінің тиімділігін арттырады. Жалпы алғанда, жасанды интеллектті сөйлеуді дамыту саласында қолдану, балалардың сөйлеу мәдениетін жақсарту, ауызекі тілдік дағдылар қалыптастыру, қарым-қатынастағы белсенділігін арттыру және олардың әлеуметтік бейімделуіне ықпал ететін инновациялық, заманауи және ғылыми негізделген тәсіл болып табылады. Назарларыңызға рахмет.